Сәлем достар, біз бүгін бенто тортын жасаймыз. Оны мен өзім асығыс жасауыма тура келді. Мен бұл жерде екі түрлі жұмыртқаның ағы мен жалпы екі жұмыртқаның ағы мен сарысын осылай бөліп алдым. Ағын осылай араластырамын көпіршік болғанша. Арттағы звуктарға мән бермеңіздер, шулап кетіп жатыр арасында. Осылай жақсылап тұрып араластырамыз. Араластырғаннан кейін біз бұны тағы да мен бұл жерде 3,5 ас қасық шекер қосып жібердім. 4 ас қасық қоссаңыздар болады. Егер тәттіні жақсы көрсеңіздер, маған 3 ас қасық, 3,5 ас қасық жеткілікті болды. Осылай қосамыз жақсылап тұрып. Қосқаннан кейін біз оны араластырамыз. Ол жақсылап тұрып араласу қажет, көпіру қажет. Миксермен істегендеріңіз өте дұрыс. Миксер жоқ болса, оны біреуден сұрап болсын тауып алып келіп істегендеріңіз өздеріңізге өте дұрыс болады. Өстіп араластырып аламыз венчикпен. Сосын араластырған кезде ол барынша көпіртуге тырысуымыз керек. Дегенмен де бұл қолмен жасалғасын миксердің рөлін атқара алмауы мүмкін. Осылай араластырғаннан кейін менде осындай көпіршік болып шықтым. Ал миксермен араластырсаңыздар, кәдімгі ақ көбік, крем іспеттес көбік болып шығады, аппақ болып. Содан соң біз жұмыртқаның сарысына мен ақмай қосып жібергем. Көріп тұрғандарыңыздай кішкене қостым, көп қосып қажеті жоқ меніңше, өйткені ол тым майлы болып кетеді. Осылай кішкене көтерілгенше ақмайды қосып осылай араластырып аламыз. Өсімдік майы ақмай деп отырғаным. Осыны араластырып алғаннан кейін осы ақ уызды массаға қосатын боламыз. Қосқан кезде менде осындай болып шықты, сары түсті болып шығады. Егер сіздер миксермен істесеңіздер, ол аппақ түс болып шығады. Негізінде менде сары болып шығып тұр. Осыдан кейін біз оны жақсылап тұрып негізгі рецептке сай жасағандарыңыз дұрыс. Осылай араластырып алғаннан кейін мен ұн қостым. 4 ас қасық, бірақ 4 ас қасықты осылай електен өткізіп бөліп салдым. Бірден салып тастамаңыздар, ол жаңағындай формасына да кішкене өзінің әсерін тигізеді. Сосын осылай жақсылап тұрып қосып араластырамыз. Менде қатты объем болмай тұр, сондықтан да мен дальше оны қатты жаңағындай лопаткамен өте аккуратно істемей-ақ осылай жасай беруді жөн көрдім. Өйткені бәрібірде объемы қатты көтерілмегесін, менде сондай ой болды және тезірек істеуге тырысып жатырмын. Содан кейін тағы қалған ұнды електен өткізіп қосып, оны да араластыратын боламыз. Барлығын осыларды араластырғаннан кейін келесі этабында біз тағы да қалған ингредиенттерін қосатын боламыз. Жақсылап тұрып араластырамыз бұл жерде. Мен бірінші рет жасайын деп тұрмын бұны. Менде разрыхлитель 5 граммдай, соны қосып жібердім. Осылай тұрып, жақсылап тұрып араластырамыз. Сонда бізде жақсы масса шығу қажет, барлығы араласу керек, ешқандай түйіршік, түйін ештеңе қылмау керек. Сонда бізде осындай масса шықты. Одан кейін мен бұны алып, қызып тұрған пешке 180 градуста 25-30 минутқа қоям. Май жағып, пергаментке салып, каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Содан кейін дұрыстап осылай істегеннен кейін менде осындай болып шықты. Дегенмен де бұл кішкене жұқалау. Келесі крем жасалғанда мен творожный сыр таппағандықтан творогты ситадан өткізіп, содан соң оны холодильникке жөнелтіп жіберген болатынмын. Менде осындай болып тұр қазір. Негізі 800 грамм, оның жартысын алып тұрмын, 400 грамм деп. Содан кейін біз келесі ол сливки, оны да 400 грамм, сахарная пудра, оны 150 граммдай қосып жіберсеңіздер болады. Мына жерде бір эпизод 2 рет қайталанып кетіпті. Сосын қосып жібереміз. Бірінші творогқа осылай сахарная пудраны қосып аламыз. Творожный сыр болса да дәл осылай жасаймыз. Творожный сыр негізі сол дұрыс творогқа қарағанда. Творогта өзіндік кішкене қышқылы болады, сол үшін творожный сыр дұрыс. Енді мен сливка қосып жібердім кішкене, чтобы барлығы бірігу үшін. Мен осылай тортты жинап шықтым. Менде кремде онша не болмай қалды, себебі миксер қолданылмағандықтан сол нәрсе болды. Астарыңыз дәмді болсын.